Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен Әйгерім Шынтемірқызы. Бүгін ең дәмді жұмсақ самса дайындайтын боламыз. Ал ол ең бірінші біз қамырын дайындап алайық. Бізге ол үшін тұз және су керек болады. Бірінші тұзды суға салып, жақсылап ерітіп аламыз. Себебі қамырдың арасында түйдек болып жүрмес үшін. Судың жылылығы, яғни температурасы маңызды емес, салқын су болса да, жылы су болса да бола береді. Бір қасық, яғни шай қасықпен бір қасық тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Тұз ерігенге дейін араластырамыз. Тұз еріп болғаннан кейін қамыр илеуді бастаймыз. Қамыр не былқылдақ емес, не қатты емес, орташа иленуі керек. Қамырды илеп болғаннан кейін оның июын қандыру керек. Яғни бірнеше минутқа бетін жауып қойып, 5-10 минуттан кейін қайта оны жақсылап мұжғылау керек. Ал енді самсаның салмасына керекті заттарды қарайық. Картоп, пияз, асқабақ және специй, бұрыш пен тұз. Өздеріңіз қалауларыңызға қарай басқа да дәмдеуіштерді қоса берсеңіздер болады. Біз ең бірінші пиязды ұсақтап, яғни майдалап турап аламыз. Салмасы негізі өз қалауларыңыз бойынша, яғни етпен істесеңіздер де, көкөністермен істесеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Маған асқабақпен жасалған самса өте қаттырақ ұнайды. Сол себепті мен асқабақ қостым. Ал енді біз қалған картопты, асқабақты мен теркіден өткіздім. Бұлардың барлығын ұзын қылып теркіден өткізудің себебі бір жағы бұл дәм береді, яғни кубиктап турағаннан бөлек бір ерекше дәм береді. Негізі қалай турау ол өз қалауларыңыз бойынша, яғни кімге қалай тураған ұнайды, солай турап, яғни салманы жасай берулеріңізге болады. Яғни барлығын осы темппен теркадан өткізіп шығамыз. Ал енді дайын болған салмаға специяларды қосамыз. Яғни тұз бен бұрышты қосып, жақсылап араластырамыз. Мен салмасына құйрық май қостым. Яғни салма құрғақ емес, майлы болып тұру үшін. Бұл негізі сіздер өздеріңіз күнбағыс майын қоссаңыздар да болады. Маған құйрық май қосқан ұнайды. Содан кейін жақсылап араластырғаннан кейін біздің салмамыз дайын болады. Ал енді июі қанған қамырды алып 4 бөлікке бөлетін боламыз. 4 бөлікке бөліп болғаннан кейін олардың барлығын бір формада, яғни дөңгелетіп, қайтадан 5-10 минутқа бетін жауып қоямыз. Яғни тағы да июі қандыру керек. Ал енді июі қанған қамырларды біртіндеп барлығын дөңгелек етіп жайып шығамыз. Қатты жұқа қылып, не қатты қалың қылып жаймау керек. Орташа темпте жайылуы тиіс. Қалған қамырларды сол темппен орындап шығамыз. Барлығын бір-бірінің үстіне біріктіріп қоямыз. Ал біз оған дейін, яғни арасына жағатын сары майды ерітіп қоюымыз керек. Қамыр жайып болам дегенше біздің сары майымыз дайын тұрады. Ал енді еріген сары майды алып, әр бөлікке бөлінген қамырдың бетіне жағып шығамыз. Яғни бір-бірінің үстіне қабаттап жағып шығамыз. Майды көп мөлшерде жағу маңызды емес. Егер көп мөлшерде жақсаңыздар, ол сыртына ағып кетеді. Жай ғана аз-аздан жағуымыз керек. Яғни қатты көп болып кетпеуі тиіс.
бұлай бір-бірінің үстіне жағып қабаттауымыздың себебі, яғни қатпарлы қамырдың шығуына септігін тигізеді. Ал енді барлық бетіне қамырдың майды жағып болғаннан кейін жақсылап орайтын боламыз. Жақсылап орап болғаннан кейін оны бірнеше майда бөліктерге бөлеміз. Осы майда бөліктерді біртіндеп жайып шығып, ортасына салманы салып бөліп шығамыз. Самсаның барлығын бүгіп болғаннан кейін міндетті түрде бетіне жұмыртқа жағуды ұмытпаймыз. Яғни жұмыртқа бетінің сап-сары әдемі болып пісуіне көмектеседі. Одан кейін дайын болған самсаны 200 градус пеште 20 минутқа пісіретін боламыз. Ал енді біздің самсамыз дайын болды. Мінекей қандай күтірлік әрі қатпарлы болып тұрғанын байқасаңыздар болады. Мен ыстық кезінде бөлдім, яғни бұл суығаннан кейін қамыр өзінің қалпына келеді, яғни жұмсарады. Бастапқы пештен шыққан кезде ол қатты болып тұрады. Мен қазір өте ыстық болып тұр бұл. Мінекейіңіз қараңыздар, қандай жұмсақ, қандай қатпарлы әдемі болып тұр. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк, коммент қалдыруды және подписаться деген батырманы басуды ұмытпаймыз. Егер менің видеоларым ұнаса, қоңырау шамды басып алыңыздар.